Қайырлы күн. Бүгін сіздермен розничный налог бөлшектік салықтың 200 формасын толтырамыз. Бұл форманы мен толтырып қойдым. Сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін тек қана қарап шықсаңыздар бәрі түсінікті. Вид декларация бізде очередной, алтыншыны толтырмайсыздар, ол тоға қатысты. Резидент Қазақстан, ИП-ның иесі, жұмыскеріміз біреу, егер жоқ болса 0 деп жазасыз барлық жерге. Бізде 1 мен 5-ті толтырамыз, яғни галочка қоясыз 1 мен 5-ті. Енді ары қарай кетеміз. Мынау бірінші налог деп тұр ғой, бұл жерде 231 теңге жұмыскердің төленетін несі налогы, ИП налогы 231 теңге. Жұмыскеріміздің айлығы бізде 85 мың теңге. Еде ол 231 теңге. Енді мына жерде ОПВ деп тұр. Сумма пенсионный взносы 85 мың теңгенің ақшасы 8500 теңге. Соны 8500 теңгеден жазып шығасыздар 3 айға. Сумма обязательно профессиональный бізде жоқ. Енді свою пользу дегенде ол яғни өзіне, ИП-ның иесі өзіне төленетін. Бізде 150 мың теңге. 150 мың теңгенікі 15 мың теңге, 10%, оны жазасыздар, 10%-ын 15 мың теңге деп. Енді мына жерде социальный налог бізде ИП болса төлемейді. Бәріне 0 қойып шығасыздар, социальный налог деген жерде толтырмайсыздар. Және де сумма социальное отчисление счет работник деген работникте бізде қанша социальное отчисление 2975 теңге, соны жазасыздар. 3 айға кейіннен свою пользу деп тұр, яғни социальное отчисление ИП-ның өзі қанша теңге төледі. 150 мың теңгеде бізде 4725 теңге, соны жазып шығасыздар. Социальное отчисление бізде 3,5% әлеуметтік аударым. Соны жазасыздар. Енді сумма отчисления и обязательный социальный медстрахование. Бұл жерде жұмыскердің медстрахованиясы қанша теңге төледі, яғни счет работодательді бізде 2550 теңге, оны жазып шығасыздар 3 айға. Яғни біз 2024 4-ші кварталын тапсырып жатырмыз. Енді обязательный пенсионный счет дохода деп тұр. Дохода работника. Енді 85 мың теңгенің за счет работник қанша теңге қараймыз, ол 1700 теңге, соны жазып шығасыздар. Үшеуін толтырдық. Енді в свою пользу тура енді солай медстрахование өзіне, ИП-ның иесі өзіне төленеді. Бізде единый платеж бізде 5950 теңге, зарплата қарамайды, ол МЗП-ның 1/4 МЗП-ның 5%, 5950 теңге. Барлық ИП-ларға бірдей сумма төленеді, зарплатасына байланысты болмайды ол. Енді ОПВР дейді, работодательдің пенсионы, ол 1275 теңге. Мына жерге УГО-дан жазамыз, мына артын регистрационный данныға кіріп, УГО-дан таңдап алдым, место нахождения и место жительства. Екеуін жазып алдым, екі жағына. Екеуін қарайсыздар. Бұл жерде ИП-ның иесі өзі 73 жылға. Ол өзіне ОПВР төлемейді. Тек қана работниктің ОПВР-ын төлейді. Мына жоғарды жаздым ғой бағана. Енді біз 5-ші неге кіреміз? 5-ші исчисление доходов социальное отчисление. Осы жерге жұмыскердің үйінің бағана жұмысқа қабылдаған кісінің аты жөнін, үйін жазамыз. Мына жерде жұмыскердің қандай шарт бойынша жұмысқа тұрғаны туралы жазамыз. Категория таңдасаңыз болды. Бір деген ол трудовой договор арқылы жұмысқа қабылдаған кісі. КПХ деп жазылып тұрады, оқысаңыздар бәрі жазылып тұрады. Енді келесі қараймыз. Мен төмендетіп алайын. Екінші страницаға өтеміз. Осы жерде екінші ячейка өткенде начисленные доходы дейді, яғни сіз жұмыскеріңізге қандай зарплата көрсеткен едіңіз, соны жазып шығасыз 3 айға. Общий доход бізде 255 мың шықты, 3 айға соны жазасыз. Дивиденді жоқ, выигрышы жоқ, біз оның бәрін 0 қойып шығасыз. ИП налог 231 теңге, алдындағыдай выплаченный доходы, яғни 85 мың теңгеден отчислениялармен алып тастағанда 74 мың 564 теңге, 9 теңге қолына түседі, соны жазасыз. Облагаемый доход, яғни қандай суммада сіз бағанағы отчисление жасалғаннан кейін салмай тұрғандағы сумманы жазасыз, 85 мың теңге. Оны жазып болғаннан кейін екінші бетке өтеміз. Онда жұмыс берушінің өзінің суммасын жазамыз. Мына біріншісінде взносы работника, яғни жұмыскерге көрсеткен айлығыңыз 85 мың теңге. Соны жазасыз. Бұл жерде қайталанып келіп бағанша әрбір нелерге отчисленияға бөлек-бөлек сұратып отыр, қай айлықтан сіз ұстадыңыз деп. Енді в свою пользу деген тағы да ол өзіне,
ИП иесі өзіне төленетін сумма жазасы. Бұл кісі 150 000 теңгені көрсеткен. Бізде инвалидность бойынша жоқ, басқа категория жұмыскерлер арасында ондай жоқ, оның бәрін қоймайсыз, толтырмайсыз ештеңе. Енді социальный налог бізде жоқ. Социальный отчисление жұмысшыңызға қай айлықтан төледіңіз дейді. 85 000 теңге айлықтан төледік деп жазамыз. Свою пользу 150 000 айлықтан көрсеттік біз. Енді медстрахование қай доходтан көрсеттіңіз дейді. 85 000 айлықтан көрсеттік жұмыскерге. Одан кейінгі исчисление обязательный пенсион медстрахование дейді. Онда 85 000 теңге зарплатадан көрсеттік. Енді үшінші бетке өтеміз. Бұл жерде свою пользу дейді. Свою пользу деген, яғни өзіне көрсеткен доходты көрсетесіздер. Бізде 150 000 теңге айлық. Бұны көрсетіп болғаннан кейін келесі өтем. Ары қарай тура 913 формадағы сияқты келеді. Мына жерде доходы жазылған, получение доходы, яғни 3 айда қанша сумма алған еді. Мысалы 85 000 теңге ғой. 85 000 заявленный доход. Заявленный доход дегеніміз ол отчислениялары алынбаған сумманы көрсетеді, яғни налоговыйға көрсететін сумма, өзіне көрсетілген. Қолға алынған сумма бөлек, заявленный доход бөлек. Енді бізде 85 000 3-ке көбейткенде 255 000 болды. Мына жерде бізде ОПВР пенсионный взнос қанша теңге ол? Общий заявленный доходтың 10%, соны жазасыздар. Енді бізде осы тек қана жұмыскердің аты жөні жазылғандықтан тек қана жұмыскердің ай сайынғы алған доходтарын 3 айға көбейтіп есептейміз. Бұл жерде жұмыскердің медстрахованиясы, яғни работниктің өзінің шотынан алатын. Бізде 1700 теңге, енді 5100 теңге, соны жазып шығамыз. Бұл жерде өз налогтан вычет жасалады. Мына сумма қайдан шыққан десеңіз, ол бізде 14 МРП бар. 3692 теңгені көбейтесіз. 14-ке и 3-ке көбейтесіз. Міне көрдіңіз ба? Мына 155 064 теңге ма? Соны жазып шығасыздар. Енді мына жерде налог суммасы ИПН қанша төледі, соны 3-ке көбейтесіздер. 231 теңген. Бізде ешқандай қарыз болған жоқ, оны 0 жазасыздар. Енді мына жерде біз қолға алған 85 000 болған кезде қолға алатын сумма 74 569 теңге, яғни барлық отчисленияларды алып тастағанда қолға түсетін ақша осы. Сол сумманы сіз 3-ке көбейтіп жазасыз мына жерге. Выплаченный доход деген жерге. Қазір жазамыз. 74 569 теңге көбейтеміз 3 айға. Төртінші квартал болған соң. Осы сумманы көшіріп мына жерге жазасыздар. Выплаченный доходов деген, яғни қолға түскен ақша. Келесі ячейкаға өтеміз. Бұл жерде бағана ИП налогты қайтадан көшіп жазасыздар. 3 айдың енді 255 деген ол пенсионный взностың суммасы. Социальный отчисление бізде қанша, соны жазасыздар. Қарыздар бізде жоқ, 0-ға толтырасыздар. Енді мынау 89-25 8925 теңге ол жұмыскердің социальный отчислениясы, әлеуметтік аударымы бізде 2975 теңге. Соны көбейтеміз 3-ке. Қазір менде қосылып кетті. 2975 теңге. 8925 теңге, соны жазасыздар. Социальный налог бізде 0, соны жазасыздар 0 деп. Өйткені социальный налог тек қана туылар төлейді. ИП-лар төлемейді. Мына жерде бізде медстрахование бізде жұмыскердің шотынан алынатын, және де жұмыс берушінің шотынан алынатын. Екеуін де 3-ке көбейтіп, мына 2 жерге жазасыздар. 1700 теңгені және 2550 теңгені. Осылай жазып алсаңыз, бірінші соңғы кезде тегісі жеңіл болады. Мына 2-нен толтырдық, енді тексеріп көрейік. Қателіктер жоқ екен. Толтырғаннан кейін енді жібереміз. Бәрін қарап шығасыз. Егер қателіктер болса, астынан шығып тұрады. Ошибка деген жерде қарасаңыздар шығып тұрады. Екінші РСА-мен немесе ГОСТ деген болады, сонымен нетіп жібересіздер.
бізде қабылданды. Енді журналды қарап шығасыздар. Разницена деген болу керек, қабылдаған болса. Соны қарайсыздар да. Бізден разницена деп тұр. Енді бірден лицевой счетты қарайық. Онда лицевой счетты егер әлеуметтік аударымдарды сіз кешіктіріп төлеген болсаңыздар, онда пеня шығады. Сол пеняны төлейсіздер. Сонымен 2024 жылдың отчеты жабылды. Үнемі қарап отырсаң лицевой счеттен шығып тұрады барлық қарыздарыңыз.